Бүгін міне Алла қаласа алдыңғы дөңгелектің дискілік тежегіштерінің төсемдерін ауыстыру туралы көрсететін боламын. Ең алдымен көліктің артқы дөңгелектеріне тіреуіштер қойып, дөңгелек болттарын босатып, домкратпен көтереміз де дөңгелектер шешіп аламыз. Міне алдарыңызда көріп тұрғандай төсемдерді, яғни колодкалар дейміз ғой, ұстап тұрған суппорт шапкасы екі бағыттауыш шпилькамен бекітілген, астыңғы және үстіңгі. Біздің жағдайымызда астыңғы шпилька өлшемі 7 жұлдызшалы кілтпен немесе қырлы кілтпен осылай босатып шешіп аламыз. Одан кейін суппорттың шапкасын жоғары қарай көтереміз де көне төсеніштерді алып тастаймыз. Мінекей төсеніштерді шешіп алдық, 2 дана. Менің жағдайымда бұл төсеніштердің жағдайы жарты сантиметрдей қалған. Негізінде 1 сантиметрге жуық болады жаңасы. Бұл әзірге жүруге келеді, бірақ дегенмен алмастырып тастаған дұрыс. Мінекей алдарыңызда мынау жаңасы, ал мынау көнесі. Екеуін салыстырғанда міне жартысынан 40%-дай қалған ғой, жартысынан астамы желінген. Біздерге келесі жасайтын жұмыс бұл суппорт поршының ішіне қарай енгізу. Бұл жұмыс кішкене қиындық тудыруы мүмкін. Ол үшін поршының бетіне көне төсеніштерді қойып, қосымша көмекші құралдарды пайдалану арқылы поршынды цилиндр ішіне енгіземіз. Келесі суппорт шапкасын көтеріп, суппортқа жаңа тежегіш төсеніштерін орналастырамыз да, суппорт шапкасын жауып, бағанағы шешіп алған астыңғы бағыттауыш шпильканы бекітеміз. Дөңгелек болттарын бекітіп болған соң,
Дөңгелегімізді айналдырып көреміз домкратта тұрған күйінде. Дөңгелек еркін айналып тұру керек. Дискіні төсеніштер қысып қалмауы керек. Мінекей құрметті көрермендер, осымен бүгінгі төсеніш алмастыру жұмысы аяқталды. Баршаңызға назар салып көргендеріңізге мың рахмет. Алдағы уақытта пайдалы видеолар салуға тырысамын. Менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау саламат болыңыздар.